Астана қаласында қазіргі кезде шаш үлгісіне, маникюр, педикюр, бет күтіміне сұраныс ұлғаюда. Кешкі тойға сән салонында қанша тұрады шаш үлгісі? Әсемдік салонына жиі келетін болды. Шаш үлгісі, тырнақ үлгісі өте дамып бара жатыр. Кешкі сән үлгілері оның күрделілігіне байланысты 8 мыңнан 15 мың аралығында. Маникюр жасағанға аптасына бір рет барасың. Шаш қайтырғанына енді ол айына бір рет барасың. Негізі қазір сол жақ қатты дамып жатыр ғой. Сол индустрия, сол салондары қазір өте көп. Жүйеден барып тұрамыз. Айына бір рет шашқа, шаш үлгісіне, косметика. Фитнес-клуб өсіп дамуын жалғастыруда. Бұған қала тұрғындары арасында денсаулыққа және онымен байланысты барлығына тартымды сыртқы келбетке мүсінген пайда болған сән септігін тигізеді. Осыдан басқа бұл тағы да қарым-қатына жасаудың жаман емес түрі. Жаңа танысулар. Біздің фитнес-клубта адам денсаулығын пайдалануға арналған арнайы бағытты жаттығу залдары бар. Олардың бірі кинезис, пилатес, антигравити және функциональная тренировка. Және де бізде кішкентай балаларға арналған лагерь бар. Спортпен шұғылданам, аптасына 3 рет барам. Қазір спорт клубтар өте көп, өзіме жақын жерді таңдап, сол жерге барам. Жеке тренировка жасаймын, тренермен емес, өзім жүгіру, секіру. Жалпы суббота, воскресенье күндері спортпен, в основном жүгірумен фитнеске өкінішке орай бармаймыз. Қазіргі таңда біздің спа салонымызда тай массажды сүйетін адамдар көбейіп бара жатыр. Солардың арасында Астана қаласының қонақтары да бар, шетелден келген адамдар да бар. Осы қонақтардың арасында өте көп жастар массаж қабылдайды. Әйел мен еркектің келетіндері олардың бірдей. Жоқ, массажға барып тұрмаймын. Ванняға барған кезде барамыз. Кейде барып тұрамын. Сән салондарына біз өте жиі барамыз. Әсіресе бір айтарлықтай бір туған күн, немесе той, немесе өзіңді бір ретке келтірер кезде барып шашыңды қиғызасың, боятасың. Айта кетерлік жайт ол сондай арзан процедура емес, біраз ақша тұрады. Тырнақ бар, бетті жаңағы тазалауы бар, кірпік жабыстыру бар.